Не үшін курстарға ала салады, иә? Яғни университетте курс беретін білімдер жеткіліксіз болып тұр. Мысалы, иә, университетте практика аз, иә, теория көп. Мысалы, сондықтан университетке практик мамандар көбірек шақырса, сол кезде адамдар университетке барады. HR мамандан жалақысы 250-ден 2,5 миллионға дейін. IT маманы мықты болды да, и IT-ға көп адамдар тапсырды, дұрыс па? Бірақ оның бәрі IT жұмыс жасап жүрген жоқ. Мәселе қайдан диплом аласыз? Қай жерден диплом аласыз? Соған қатты көңіл бөлу керек та, жаңағыдай. Ең басы сіздің 4 жылдан кейін алатын дипломыңыз сапалы болу керек. Иә, жаңағыдай білім практикасы көбірек болатын, сондай бір жер таңдаса. Сәлем, құрметті көрермен. Назарларыңызға жасөспірімдерге арналған Жұлдыз подкастының кезекті эпизодын ұсынамыз. Біздің арнаға міндетті түрде жазылыңыздар және өткен эпизодтарды көріп шығып, ұнаса лүпіл басып өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал біздің бүгінгі қонағымыз HR эксперті Жұлдыз ханым Ұбытаева. Жұлдыз ханым, Жұлдыз подкастқа қош келдіңіз. Рахмет көп. Сәлеметсіздер ме? Өте қуаныштымын. Назира ханым, сізге көп рахмет шақырғаныңызға. Сізді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Біз Жұлдыз ханыммен бұрынғы әріптеспіз. 2 жылдай біз бірге жұмыс істедік. Біз бүгін HR саласы туралы айтамыз. Ол қандай сала? Көбіміз оны тек қана жұмысқа қабылдайтын маман ретінде ғана білеміз. Ал шын мәнісінде HR ол қандай жұмыстарменен айналысады, қандай міндеттер қойылған? Сонымен қатар еңбек нарығына шолу жасаймыз. Қандай қызметкерлерге қандай сұраныстар бар екен, соның барлығын бүгінгі эпизодта талқылаймыз. Сонымен қатар бір жақсы нәрсе айтып кетейін. Жұлдыз ханым бүгін бізге 3 сыйлық алып келді. Қандай сыйлық екенін подкасттың ортасында айта жатармыз, және шарттарында подкастты толық көрген кезде өздеріңіз білесіздер. Бірақ мен қазір енді алғашқы сыйлықты айтқым келіп тұр. Бұл Жұлдыз ханымның 1 сағаты 20 мың теңге тұратын жеке консультациясы бүгін сыйлық ретінде сіздерге ұсынылады. Шарттарын бағана айтқанымдай подкасттың орта жағында айтып өтеміз. Жұлдыз ханым, мен осы эпизодта маңызды дейтін 3 тақырыптарды қозғағым келіп отыр. Оның біріншісі осы жаңағы HR қандай сала? Мен оны үлкен жер сұрайды ғой, сосын мен айтамын да, ол отдел кадр депші, бірақ енді ол дұрыс емес сияқты. Бәрі сөйтіп айтады, иә, отдел кадр дейді ғой. Мен өзім де қараңыз, біріншіден HR ол бізге шетелден келгендіктен, ол біз үшін жас маман, иә. Негізі шетелде ол өте жақсы дамыған, Қазақстанға кейін келгендіктен, әсіресе орта бизнестер қолданғандықтан олар біз үшін жаңа болып келеді. Негізі ол бұрыннан бар саланың бірі. HR ол шетел тілінен аударған кезде адами капитал деп аударылады, яғни адам ресурстары. Бәрі HR десе найымды ғана ойлайды да, яғни адам жұмысқа қабылдау, сосын тимбилдік өткізу. Мысалы, бұрын әйтеуір бизнестерді сөйтіп ойлайды, маған HR керек, не үшін деп сұраған кезде, жаңағыдай адам тапсын, иә, менде текучка дейді, сосын тимбилдік ұйымдастыру дейді. Бірақ HR деген ол, яғни жаңа айттық, адамдарды басқару, ол біріншіден жаңағыдай адамды жұмысқа қабылдау, сосын адамға жұмыс қабылдаған кейін жаңағы кадр жұмысы бар, иә, бәріміз білеміз ғой. Андай этаппен айтып жатырмын да, адамға андай түсінікті болу үшін. Сосын адаптация. Көбінесе компаниялар онша мән бере бермейді, әсіресе орта бизнес, кіші бизнес адаптацияға. Адаптация деген, яғни қызметкердің жаңадан жұмысқа келгенде бейімделуі, сіңісуі. Яғни HR маман оны жұмысқа қабылдайды, компанияға жұмысқа тез сіңісуіне көмектеседі, дамуымен, оның оқуымен айналысады. Яғни компанияға жұмысқа кіргеннен шыққанға дейін барлық қызметкердің даму циклы, өмірі былай айтқан кезде, сондықтан HR маман осы қызметкердің дамуымен айналысатын мамандар. Мысалы, HR бөлімді алатын болсақ, ол жерде бір емес бірнеше мамандар жұмыс істейді ғой, соларға мысалы тоқталып кетсең, жаңағы рекрутер деген бар. Одан кейін жеке мотивациямен айналысатын бөлек адам болады, сол туралы. HR-ның негізі бірнеше қызметі бар. Негізі HR мамандар ол қызметкердің дамуымен айналысады, иә. Былай айтқанда қызметкер бақыт сыйлайтын мамандар. Ал жеке қарайтын болсақ, мысалы, үлкен компаниялар, кішкентай компанияларда бір HR маман бар қызметті жұмыс жасайды, иә. Өзі жұмысқа адам іздейді, өзі собеседование өткізеді, иә, адаптациясы да, тимбилдигі, оқу, мотивациясын бәрімен өзі айналысады. Ал үлкен компанияларда әр жаңа қызметі бір маманнан жеке айналысады, иә. Тіпті әр қызметтің өзінің жеке бөлімдері болады.
мысалы бірінші қызмет жаңа сіз айттыңыз ғой рекрутер дедіңіз, иә, рекрутер, яғни ол тек қана жұмысқа қабылдаумен айналысады маманды, сондықтан оны рекрутер деп айтады. Ол жаңағыдай адамды іздейді, иә, жаңағыдай вакансияны жариялайды, бәріміз көреміз, иә. Сосын вакансияны жариялаған кезде де әр маманның өзінің алаңы болады. Яғни мысалы бәріміз білетін бір екі платформа бар да, негізі өте көп. Сондықтан білу керек, мысалы IT мамандар қай жерде көп қарайды, иә, маркетологтар қай жерде отырады екен. Яғни сол жерлерге біз нелерді, вакансияларды саламыз. Яғни рекрутер жаңағыдай вакансияны салады, собеседование қабылдайды, иә, өзінің тесттері бар, адамды іріктейді, иә, компанияның миссиясына байланысты, құндылығына байланысты. Сосын келесі этап ол адаптация болады. Яғни қазақша аударғанда бейімделу. Адамның жаңа психотипіне байланысты жаңа ортаға бейімделу әртүрлі болады. Мысалы, бір адам ашық болуы мүмкін, оған жаңа ортаға бейімделу тез болады, иә. Өзі мысалы өзі сөйлесіп кетеді, өзі араласып кетеді, керек нәрсесін өзі сұрап алуы да мүмкін. Бірақ кейбір адамдар бар, тұйық адамдар, иә. Ол кісіден өзіңіз сұрамасаңыз, ол кісі ештеңе айтпайды, иә. Сондықтан біз әр адамға жеке подход жасауымыз керек. Әр адамға жұмысқа келген кезде сол жаңа ортасына сіңісуіне біз көмектесеміз. Біреуге мысалы 1 ай кетеді, 2 ай кетеді, бірақ ол компания үшін өте тиімсіз. Неге? Себебі жаңа қызметкер келді, егер де ол неғұрлым компания тез бейімделетін болса, соғұрлым ол жұмысты тез алып кетеді, және сәйкесінше ол өзін жұмысын да көрсете алады, иә. Соған сәйкес ол компания табыс әкеледі. Ал егер де бұл процесс ақырын жүрсе, компанияға табыс та асықпай келеді, иә, жаңағыдай. И қызметкер де өзін көрсете алмайды, сол үшін кейбір жаңағыдай испытательный срок дейді ғой, сынақ мерзімінде мысалы көп компаниялар қызметкер жұмыстан шығарып жатады. Яғни ол өзін көрсете алмады екен. Осы кезде міне HR маман көмек керек болады, иә. Ол 1-2 ай күтпей, жаңағыдай 2 апта мерзімде мысалы қызметкер тез бейімделуіне көмектесіп, ашуына, командамен танысып, иә, компания барлық миссиясын, құндылығын, барлығын біліп, соған сәйкес жұмысында тез алып кету керек. И компанияда оған барлық жағдай жасалуы керек. Біз мысалы алдын ала білеміз ғой, кім келетін, қашан келетін. Оған жаңа барлық қолданатын жабдықтарын бәрін дайындап қою керекпіз, иә. Ол былай айтқанда мүмкін элементарный деп ойлау мүмкін, иә, бірақ практикаға келген кезде, жұмысқа келгенде ондай емес, иә. Мен өзім де көрдім да, жаңағыдай мысалы қызметкер келеді, сосын 2 күннен кейін ноутбук келуі мүмкін, компьютер, иә. Сонда қараңыз, 2 күн біз ұтылып қалдық, иә. Сондықтан заранее алдын ала бәрін дайындап қою керек, иә. Оның жаңа қолданатын заттары бар, иә. Сосын жаңағыдай адаптация, иә, кіммен сөйлеседі, қай бөлімдермен, қандай ақпараттарды ол білуі керек, иә. Мүмкін жас маман болатын болса, біз оған арнайы бір курстар беруіміз керек оған, иә, алдын ала мысалы оқитындай. Сосын жаңағыдай бейімделді, енді ол қызметке жұмыс жасап жатыр. Елестететін болсақ, жұмыс жасап жатыр, енді арман қарай оны біз дамумен айналысуымыз керек, иә. Ол бәрібір мысалы маман бір орынға менеджер болса, ол үнемі менеджер болып отырмайды, иә. Келесі оны даму сатысы аға менеджер болады, иә. Главный специалист дейді ғой. Сосын бөлімді басқаратын шығар, иә, департаментті басқара ма. Яғни біз оның карьералық жолын жасаймыз. Карьералық өсуін, алдағы уақытта кім болады, қайда барып дамиды, иә. Сол жаңағыдай карьерасында оған қандай қабілеттер маңызды, нені дамыту керек. Мүмкін қандай да бір курстарға оны апару керек шығар, иә, бір соларды зерттеп, ол адамға ұсынамыз. Яғни келесі этап ол біздің жаңа қызметкердің дамуымен, оқуымен айналысамыз. Сосын тағы да бір қызмет, ол тимбилдингтер ұйымдастыру, иә, түрлі шаралар, иә, бәрін жақсы көреді. Міндетті емес, сыртта ұйымдастыру, компанияның ішінде де ұйымдастыруға болады, иә. Ол енді бірінші бюджетке байланысты. Сондықтан бірінші мен ойлаймын, адам ниетіне байланысты, яғни басшылық командасы дамысын десе, иә, бірлігі мықты болатын десе, онда жиірек ұйымдастыру керек, және келесі этап уже бюджетке байланысты, иә. Сырттан да арнайы мамандар шақыру болады, тренерлер бар мықты. Ең бастысы сізге қандай мақсатта шақырады, соны білу керек. Не үшін керек бұл тимбилдингтің? Бәрібір бір мақсаты болу керек. Ұйымшылдықты арттыру ма, бірлікті, иә, немесе коммуникацияны арттыру ма, иә. Соған сәйкес біз тренерлер шақырамыз. Немесе компанияның өзінің ішінде сондай маман болады, тимбилдинг шараларды ұйымдастыратын. Ол бізге өте қажет дамуға.
арман қарай HR бренд деген бар, яғни жұмыс берушінің нарықтағы беделі, нарықта оны жұмыс беруші ретінде білуіміз керек. Біз оның енді маркетологтар продуктпен айналысады ғой, жаңағыда жасап жатқан өнімді сыртқа шығару, ал біз сонымен қатар оның нарықта қанша жұмыс беруші ретінде беделін көрсетуіміз керек. Әлеуметтік желілер бар, енді қазір көрсететін өте көп қой жаңағыдай құралдар. HR маманның айналысатын тағы бір жұмысы сол. Яғни шынайы қалай бар, қандай өмір сүріп жатыр компанияда, компания ішінде қандай өмір жүріп жатыр, соны сыртқа көрсету керек. Өйткені кейбір өте мықты компаниялар бар, бірақ оны нарық білмегендіктен жұмысқа адам табу қиын болып жатады. Егер де жаңағыда беделі жақсы болатын болса, жаңағыда HR бренд жақсы болса компанияның, онда ол компания текучкада болмайды. Текучка дегеніміз ол жұмысқа кіріп шығатын адамдардың саны көп болуы. Біреу шығады, біреу кіреді деп айтады ғой мысалы. Сондықтан негізі компанияның егерде корпоративтік мәдениеті жақсы болса, ондай мәселелер болмайды, туындамайды компанияда. Сіз мен мындай пункттерге бөліп дайындап келген бірнеше сұрақты бірден қамтып еттіңіз. Рахмет сізге. Одан кейін мен таныстарымнан, достарымнан сұрадым да, бізге бүгін подкастыма мен HR маманды шақырамын, Жұлдыз ханым келеді деп, таныстарыма сұрақтарың бар ма қоятын деп едім. Мынандай бір сұрақ келді да. HR компаниядағы қызметкер санына қарай ма дейді. Жаңа сіз айттыңыз ғой, кішкентай компания болса біреу ғана керек деп. Мәселен 5-6 адамнан тұратын компания болса, оған да HR маман керек пе? Олардың саны жаңа мысалға рекрутер бөлек қай кезде пайда бола бастайды, адам санына байланысты, соны айтып беріңізші. Негізі бұрын мысалы біз 80 адамнан жоғары болған кезде HR маман алатынбыз. Яғни бір HR маманы кадр қызметін де үлгереді, жаңағыда рекрутингті де үлгереді, жұмысқа қабылдап. Бірақ қазір мен жеке өзім жұмыс жасаймын, өз мектебім бар, маған бизнес өкілдері жаңағыда маман сұрайды. Мен бұрын енді үйреніп қалғанмын ғой, 80 адам болған кезде, қазір мысалы 20 адамға да сұрайды, 50 адамға да сұрайды, жаңағыдай. Яғни ол компанияның мақсатына байланысты. Мысалы таң қалдым, мен сұрадым, не үшін сізге мүмкін HR-ды қаншақты білетінді сұрағым келді. Кейбір өйткені бар директорлар HR маман алады, HR жұмысы және қосымша өзінің жұмыстарын беріп қояды, өзінің көмекшісі сияқты жасап алады. Сондықтан ол міндетті түрде сұралатын нәрсе, қандай мақсатта HR сұрап жатыр. Ал негізі ол компания мақсатына байланысты деп ойлаймын. Өйткені бірінші білуіміз керек, HR немен айналысады. HR маман саны жұмыстың көлеміне байланысты. Мысалы, негізі мен өзімнің практикадан айтайын, тәжірибемнен, біз 2020 жылы 80 адам болған кезде 2 HR маман болды. Біреу өзім, екінші мен көмекшім болды. HR маманы, мен енді HR директор болып тағайындалдым. Сол кезде 2 адам, біз 80 адамға үлгердік. Ал қазір мысалы 250 адам жұмыс жасайды, 5 HR маманы бар. Оның үстіне көлемге байланысты. Қазір мен естіп алып, басқа компания солай есептеп жүрмесін деп ойлап тұрмын да. Ол компания HR-дың бір маман қызметіне байланысты. Объем дейді, көлеміне байланысты. Сондықтан бір талқылап көру керек, қандай жұмыс жасайды. Негізі 80 адамға бір HR жетеді. Егерде жаңағыда жұмысқа қабылдайтын адам саны көп болмаса. Егерде әлі қалайсам текучка көп болатын болса, онда 2 HR маман болған дұрыс. Өйткені біреуі тек қана найммен айналысады, және компанияны ішкі мәдениетімен айналысады. Сондықтан ол жұмысқа да байланысты, немен айналысады, кадр қызметімен айналыса ма, әлде кейбіреулер мысалы кадр қызметін юристке беріп жатады, басқа маманға береді. Сондықтан көлемге байланысты. Көлемге, мақсатқа байланысты. Мақсатқа байланысты. Маған жаңа сіздің айтқан бір тұжырымыңыз қатты ұнатты. HR ол адамға бақыт әкелетін сала, мамандық дедіңіз. Енді біздің подкаст ол жасөспірімдерге арналған ғой. Сосын сол осы подкастқа дайындалғаннан бері мынандай сұрақ болып тұрды. Университетте ондай мамандық жоқ та, HR-ға дайындайды деген ондай диплом да берілмейді. Егер бала сондай бір адамдармен, қалай айтсақ екен, адамдармен жұмыс істеуді жақсы көретін, сондай бір қабілеті болса, оған осы HR-ға жақын қандай салаларды таңдаса болады? Негізі қазір жас маман деп айттық қой. Бізде міне 3 жыл болды, Қазақстанда негізі университет бар.
HR маман оқытатын, бірақ көп оны біле бермейді. 2 университет бар мен білетін, оқытатын, және басқа да қазір курстар өте көп негізі. Бірақ көбісі енді орыс тілінде. Мен енді білмеймін, пиар бола ма. Мен өзім оқытамын, HR менеджмент деген мектебім бар. Мен қазақ тілде оқытамын. Сол өзім барлық курстар енді орыс тілінде болды ғой. Кейбір мамандарды не істейтінмін, түсінбеді, қиындау болды, жаңағыдай. Сондықтан мен өзім тәжірибемді қосып отырып, қазақ тілінде курс дайындадым. Өзім дайындаймын қазір HR мамандарын. Ал негізі университетке келетін болсақ, негізі жақын болған менеджмент, басқару. Егер де осы HR-ға қосымша тағы да қандай мамандықтар жақын деп айтсаңыз, онда ол менеджмент және психология. Өйткені неге менеджмент деймін? Себебі HR негізі ол басқаруды білу керек. HR деген ол адамдармен жұмыс жасайды, ол коммуникацияны білу керек. Менеджменттің құрылымын білу керек. Қалай басқару керек? Ол басқарудың өзінің нелері бар, әртүрлі стильдері бар. Мысалы, көп бізде басшылықтар тек бұйрық басқаруды ғана біледі. Бәрі демеймін, енді бар да ондай басшылықтар көбінесе тиран болып кетеді бай айтқан кезде. Яғни олар үйреніп қалған жаңағыдай бұйрықпен тапсырма береді, сол тапсырманы орындайсың да сонымен қабылдап алады. Орындамасаң жаңағыдай енді жазалайды деген сияқты да, мысалы. Ал қазір ол өтіп кеткен негізі ескі стильдің түрі, бірақ ол салаға да байланысты. Яғни HR-ға маңызды сол үш қабілет. Бірінші, мен ойлаймын, ол адамдар жақсы көру керек. Адамды жақсы көру керек. Өйткені сіздің HR-ның барлығы жасайтын жұмысы, қызмет адамдарға байланысты және адамдар үшін. Сіз ол сол не үшін HR-ды алады? Ол компанияда қызметкерлер бақытты өмір сүру керек, жұмысқа барғысы келу керек, жаңағыдай. Сондықтан HR маманы бірінші адамдар жақсы көру керек. Ол шынымен адамға керек нәрсені жасау керек. Жобаны бастыққа көріну үшін емес, бұл жақсы екен деп емес, жаңағыдай. Шынымен ол адамға пайдалы ма? Біріншіден адам жақсы көру керек, екінші ол басқаруды білу керек, менеджментті. Үшінші коммуникация деп айтатын едім. Әр адаммен тіл табыса білу керек, өйткені түрлі конфликттер болады жұмыста. Сондықтан осы конфликттерді шеше білу керек. Егер осы үш қабілетті сіз қабілетсіз де болса, айтпаймын 100% керемет болсын деп, бірақ осы үш қабілет сізге жақын болса жүрегіңізге, онда осыны дамытып, осыны оқысаңыз болады, жаңағыдай. Осы бірінші блоктың соңғы сұрағы, HR мамандарының жалпы жалақысы, оларға деген сұраныс, сол туралы айтып берсеңіз. Негізі соңғы зерттеу бойынша Антол компаниясы зерттеді. Қазір HR мамандарының жалақысы 250-ден 2,5 миллионға дейін. Ол енді жаңағыдай, оның жұмыс көлеміне байланысты, HR-дың біліктілігіне байланысты. Сосын негізі әр компанияда шынымен компанияның деңгейіне де байланысты болады екен. Неғұрлым компанияның деңгейі жақсы болатын болса, ол HR маманның құндылығын түсінеді, HR маманның жұмысын бағалайды. Соған сәйкес оның жалақысы жақсы болады. HR маманға деген құрметті жақсы болады. Сондықтан мен айтар едім, HR мамандар бірінші жұмысқа орналасқан кезде сол басшылықты және компанияны жақсы қарау керек та. Компания өзі басшылық түсініп тұр ма HR маманның кім екенін, ал негізі HR маманның болашағы өте зор. Қазірдің өзінде бізде сұраныс өте көп. Мысалы, мен үлгермей жатырмын, айтамын ғой, жаңағыдай басшылықта сұрайды ғой бизнес өкілдері, HR мен үлгермей жатырмын, оқытып деймін да, жаңағыдай мамандарды. Сондықтан сұраныс өте жақсы, сұраныс көп. Біріншіден жаңа қызметкер іздеу үшін. Жаңа қызметке табу үшін. Собеседование өткізіп жатыр адамдар, бірақ мәселе сапа нашар болып тұр, мысалы. Біреулер ойлайды, жаңағыдай вакансия жариялаймын, адамдар келеді, собеседование өткізеді, бұл қабылдайды, оны өткізе де білу керек, жаңағыдай. Сондықтан біріншіден адам қабылдау, екіншіден компаниядағы мықты қызметкер ұстап қалу. Барлық қызметкер демеймін, мықтыларды ұстап қалу, компания шынымен жанашыр жандарды біз білуіміз керек, кімдер, және мықты мамандарымызды біз басқа компания алып кетпеу керек. Ал қалай алып кетпеу керек, ол уже HR маманның жұмысы, ол көбінесе шығармашылық жұмыс, ізденіс, зерттеу. Әр қызметкердің мотивациясын білу керек, олар нені қалайды. Соған сәйкес компания жаңа жағдайлар жасайды.
ал жаңа айтып жатырмыз ғой, қазір адамдар өздеріне сенімді да, жаңағыдай көбіне Z поколение дейді, бірақ Z-тен де қазір Y поколение да өзінің құнын біледі адамдар. Қазір адамдар өзінің бағасын біледі. Мен өте қуаныштымын. Енді плюс минусы бар, иә. Жұмыс берушісі минус деп қойсын. Иә, плюс минусы бар, бірақ сонда да мен адамдар үшін өте қазір қуаныштым. Адамдар өйткені өздерін біледі, өздерін бағалайды, сондықтан өзін құрметтейтін, бағалайтын жерде жұмыс жасайды. Жақсы, рахмет. Бұл енді көбінесе жаңағы компаниялар үшін, одан кейін енді өсіп келе жатқан HR мамандар үшін өте пайдалы болды деп ойлаймын. Екінші блокқа өтпес бұрын мен екінші сыйлық туралы айтып өткім келеді. Бұл дәл осы біздің бірінші блокта айтқан HR мамандарына, HR саласына қатысты болмақ. Ол Жұлдыз ханым HR мамандарына арналған Telegram каналына бір айға сіз тегін доступ береді. Сондықтан да шарттарды үзбей қарап отырыңыздар, қазір соңында айтатын боламыз. Енді мен екінші блокта осы жасөспірімдердің дамуына, мамандық таңдауына байланысты соған арнағым келіп отыр. Жасөспірімдер болады ғой, кейбіреулері қайда барарын білмейді. Шынымен інілеріміз, сіңілдеріміз, я болмаса басқа көршілеріміздің баласынан сұраймыз ғой, кім боласың, таңдадың ба? Сол білмей жүрмін деп айтады да. Оларға сол HR маманы ретінде өздерінің қабілеттерін, қайда қабілеті бар екенін, қайда икемі бар екенін білу үшін не істеу керек, әлде қалай біле алады? Енді ол актуалды тақырыптың бірі, ол мектепте де қозғалып жатыр, ол барлық жерде қозғалып жатқан тақырып. Негізі мен қазір байқағаным, біз мән бермейміз ғой, бірақ бала өзін қабілеті жаңа қайда жақын, ол бала кезде сол ойынмен айналысады екен, сол ойынды ойнайды екен. Мысалы, ол біз білінбейді ғой, мысалы, бірақ жаңағыдай өзім таныстарым бар, әріптестерім зерттей келе, негізі мен ойымша ата-анадан сұрап көрсін. Бала кезде немен ойнады? Неге қызығушылық туындады бала кезде? Бәрібір ол іште жатқаны, адам жүрегінде жатқаны, оған жылысы, жақыны, мысалы. Мысалы, мен өзім мысалын айта кететін болсам, мен мектеп кезде содан кейін ойладым, бір талқылау болды, ойлап қарасам, мен мектеп кезде мұғалім болған екем. Яғни мен сіңілім екеуміз ойнайтынбыз, ойын өте көп болды, бірақ мектепті біз көп ойнадық. Жаңағыдай былтырғы класстың күнделігі бар ғой, соны алып, жаңағыдай күнделіктеп мен 6 күнге жоспар жасайтын ғой. Сабақ жаңағыдай жасаймын 6 күнге. Сіңілім мен оқушы, мен мұғалімім. Сондағы мен айтам, дайындыққа көп уақыт кететін, жаңағыдай. Кабинетті дайындаймыз, кәдімгідей, жаңағыдай тақта болды, бізде бор болатын. Сосын жаңағыдай ескі күнделікке кәдімгідей күнделік жоспар жасаймын да, бір аптаға. Бірақ соның бір күнін ғана өтеміз ғой, 3 сабақ өтеміз, жаңағыдай. Сондағысы, мысалы, маған бала кезде ұнаған екен. Сабақ берген, оқытқан, білім үйреткен, жаңағыдай. Енді мен бірнеше салада жұмыс жасадым, тәжірибе жинап, қазір айналысып жүрген нәрсем сол деймін да. Мысалы, қазір мен шәкірт тәрбие жатырмын, HR мамандарын оқытып жатырмын, сондықтан ата-анамен бір сөйлесіп көрсе, жаңағыдай, ол көрінеді, жаңағыдай, өзінің қабілеті. Ата-ананы оны жіберген емес, шынымен баланың өзі қандай қабілеті болды, Сосын қазір тесттер өте көп. Сосын қазір профентолог мамандар бар, арнайы, сол мамандардың көмегіне жүгінсе деймін. Өйткені әрбір кез келген дүниені өзінің маманы жасаған дұрыс та, сондықтан маман таңдауда профентологтар бар көмектесетін, психолог мамандар бар, сол арнайы мамандармен жұмыс жасаса, олардың дайындайтын тесттері бар. Сол тестті тапсыру арқылы адам өзінің қабілетін біледі. Жаңағы енді бастапқы ғой, енді кәсіби тұрғыда қарайтын болсақ, сол арнайы тесттерді тапсырсаңыз, адам қабілетін көрсетеді. Мысалы, мен өзіме психолог көмектескен. Мектептің психологы тест тапсырдық 11 сыныпта. Сол кезде маған 3 мамандықты айтқан. Басқару, бала тәрбиесі, есеп деді. Жаңағыдай экономика, учет аудит қой, бухгалтерия, сол сала деді. Мен өзіме басқаруды таңдадым, мамандық. Сондықтан енді тәжірибемен бөлістім. Яғни ол пайдасы бар деп айтқаным ғой, соны көрсеткім келіп тұр. Мамандар көмектеседі деп ойлаймын. Яғни бәрі бір-бірімен байланысты болып тұр ғой, ойыны, мектептегі психолог, профориентологтың көмегі бәрі байланысты деп. Мысалы, бала кезде бәрібір адам өзіне не жақын, жүрегіне, бала соны істейді, Сіз істеме десеңіз істейді, мысалы, өйткені ол істегісі келіп тұр, көргісі келіп тұр,
оған ол жақын, және оның Құдайдың оған берген қабілеті бар. Құдай оны салып қойған, иә, сол қабілеттер. Мысалы біреуге есепке жақын болады, иә, біреу жаңағыдай алып сатуға жақын болады, иә, бизнеске уже қабілеті бар деген сияқты да, жаңағыдай. Біреу адамды емдегісі келеді, иә. Енді мен айтпаймын мысалы дәл сол мамандық иесі болады деп, бірақ соған жақын болуы мүмкін. Өйткені ол уже соны түсінеді, иә. Есе келе ол мамандықтар біледі. Үшінші этап мен нарықты зерттеген дұрыс, иә. Қазір өйткені сіз мысалы қазір сізге бір мамандық ұнауы мүмкін, бірақ ол 5 жылдан кейін актуалды болмауы мүмкін, иә, өзекті болмауы мүмкін. Ну қазір онда көп қой мысалы. Екен ол мысалы сізге ұнауы мүмкін, бірақ сіз жұмыс таба алмауыңыз мүмкін да. Ол сол кезде проблема шығады, иә, мәселе жұмыс табумен. Сондықтан осы 3 этап деп ойлаймын да. Жаңа біріншіден ол ата-анамен сөйлесу, иә, бала кездегін зерттеу, иә, өзін қызыққан ойындарын. Екіншіден жаңағыдай арнайы мамандар, профилактологтар, психологтарға жүгініп, тест тапсырып, өзінің қабілетін білу, соған сай мамандық таңдау. Үшіншіден нарықты зерттеу, иә, қандай мамандықтар актуалды бүгін және ертең, иә, мысалы 5 жылдан кейін деген сияқты. Жаңа тест демекші, сіз жақсы көрсетіп кеттіңіз. Біз қазір Gallup, MBTI дегендер бір сәнде трендте болып жатыр ғой. Ол да жасөспірімдер үшін пайдалы ғой, иә, тапсыра берсе бола ма? Жас ерекшелікке қарамайды ол. Gallup негізі ол көрсетпейді нақты қандай мамандыққа сіз баратыныңызды, иә, бірақ сіздегі қабілетті көрсетеді. Мен мысалы адам қазір Gallup тапсырады, сосын Gallup-тың зерттеп жатқан мамандар бар ғой, соларға талдау жасады. Мен сол талдау жасаған адаммен сөйлескен кезде өзім бауырыма сұрадым да, сонда ол айтты, негізі 18 жастан бастап тапсырса болады деді. Өйткені 18 жаста адам қабілеттері қалыптасқан, иә, жаңағыдай толыққанды кім болатынын біледі, маман ретінде уже дайын ол. 18 жаста, 16-18 адам дайын. Сондықтан мен ойлаймын 16-18 жаста болса Gallup тапсыруға болады. Ол сіздің қабілетіңізді көрсетеді, неге жақын екеніңізді. Мамандық таңдауда ата-ананың рөлі қандай болу керек? Бізде слишком қатты кіріп кететін сияқты, білекті сыбанып, так, мен таңдайын саған. Мен 2 ай бұрын бір мектепке бардым, оқушылармен кездесу болды. Ол жерде де сондай жағдайда, жаңағыдай бір жағынан ата-ана, бір жағынан оқытушылар и балалар өздері ойланбайды екен. Иә, өздері жаңағыдай. Біз фрирайтинг жасадық, өздері кішкене ойланып, өздерін іште кім болған қалайтындай. Ата-ана, мен ойлаймын, енді ақылдасу керек. Айтады ғой, 16 жастан кейін баламен дос бол дейді. Сондықтан біріншіден баладан сұрау керек деп ойлаймын. Өзінің қабілеті бар шығар, иә, өзінің бір қалауы бар шығар баланың. Егер қалау болмаса, оған жаңағыдай ақыл кеңес беріп, арнайы мамандармен сөйлесіп, ақылдасқан дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол бәрібір болашақ, иә. Мүмкін енді қазір айтады ғой, мамандық таңдау қателеспен ешне етпейді дейді, жұмыс табылады дейді. Бірақ жұмыс табылады, уақыттан ұтыламыз біз, иә. Сондықтан мен ойлаймын, ата-ана дос болса, иә, ақылдасса, арнайы мамандар біледі ғой, ата-ана өзі соны зерттеп, иә, мамандарды соларға апарса баласын, мықты қабілеттерін біліп, соған сай егер баланы берсек, онда біз уақыттан ұтады ата-ана. Және баланың энергиясы үнемделеді. Өйткені ол өзіне жақын мамандық таңдап тұр ғой, бар энергияны, фокусты сол жерге қояды да. Және адам мықты қабілеті бойынша жұмыс жасаса, жұмысы оңай жүреді, жеңіл болады. Өйткені ол Құдайдың беріп қойған қабілеті бар ода. Оны жасау оңай. Мысалы, қабілет жоқ нәрсені сіз оны да үйреніп алуға болады, бірақ уақыт кетеді, сіз оны үйренесіз, иә, жаңағыдай оны сіз өзіңізге сіңіресіз. Ал бұл жерде сізде ол қабілет бар. Сондықтан қабілетті анықтап, соған қарай жұмыс жасаса, жұмысы да жеңіл болады, берекелі болады, табысы да мол болады. Ата-аналар осы жерге дейін тыңдаса пайдалы болады деп ойлаймын. Осы тұста мен Жұлдыз ханымның бізге емес, кешірім сұраймын, өздеріңізге әкелген 3-ші сыйлығын айтып өткім келеді. Ол жазушы Бақытжан Бұқарбай мырзаның «Күміс кітап» деген кітабын сыйға тартады Жұлдыз ханым. Шарттарын қазір сәлден кейін біз айтып береміз. Енді Жұлдыз ханым, сіз өзіңіз бірнеше компанияларда жұмыс істедіңіз ғой, жаңағы HR бөлімін басқардыңыз. Қазір қандай мамандықтар сұраныста? Енді ол өзгеріп отырады ғой дегенмен де. Негізі мен айтпауға тырысамын да мамандықтарды, өйткені жаңағыдай ғой, мысалы бұрын IT маманы мықты болды да, и IT-ға көп адамдар тапсырды, дұрыс па? Бірақ оның бәрі IT жұмыс жасап жүрген жоқ, иә. Оқыды, 4 жыл мамандық ауысырып кетті. Сондай-ақ мысалы
СММ трендте болды, бәрі Иә. СММді оқып алды, бірақ қазір компаниялар бар СММ таппайды. Неге? Өйткені кішкене түсініспеушілік болады. СММ мамандар жаңағыдай олар ма ренжімесін, жұмыс беруші не күтеді? СММ маманы мысалы, ол күтеді оның салған рилсы, постсы оған клиент әкелу керек. Жаңағыдай охваты жоғары болу керек. Сондықтан андай қазір бір мамандықтарға айтатын болсан, онда адамдар соған қарап кетпесін деген ғой, қатты сол мамандыққа, сол мамандық трендте екен, керек екен деп, мысалы, ертең наоборот ол сізге ұнамауы мүмкін. Мысалы, қазір айтамыз, жалақысы жоғары дейміз, сұраныс өте көп дейміз, бірақ ертең сіз оқып бітіргенше жағдай өзгеріп кетуі мүмкін. Қазір өйткені нарық, экономика тез дамып жатыр, тез өсіп жатыр, өзгерістер тез болады. Сондықтан бір мамандықтарға қарап шектелуге де болмайды. Біріншіден, екіншіден, ол мамандық сізге ұнамауы мүмкін. Мысалы, сізге, допустим, қазір IT десек те, сіз IT-ді оқисыз, бірақ ол сізге ұнамауы мүмкін. Сіз бәрібір ертең жұмыс жасамайсыз. 4-5 жылдан сіз бәрібір тасып кетесіз, басқа жаққа кетіп қаласыз. Одан да уақыт, энергия экономдаған дұрыс деймін. Ал бірақ егер енді сұраватсыз ғой, қандай мамандық деп сұрасаңыз, қазір негізі маркетологтар тапшы, мықты мамандар өте қазір аз, білікті, және СММ-де мамандар, бәрі оқып алды, курс бар, бірақ жұмыс беру үшін сұрап жатқан СММ мамандар ол емес. Сондықтан қазір негізі айтатын болсақ, басшылар өте аз. Менеджмент дейді, топ менеджмент өте қиын қазір. Неде рекрутингке кіретін болсақ, жаңа басшылық рөлді, жаңа бағана айтып өттім ғой, адамдар басқаруды тек қана бір-екі стилін ғана біледі, соны қолданады. Ал қазір жеке подход керек. Сондықтан мен ойлаймын, сіздің тыңдармандар жасөспірімдер ғой. Жасөспірімдер болатын болса, қазірден бастап жеке қабілеттерін дамытуға көңіл бөлсе деп айтқым келеді. Ол дегенімізде, ол коммуникация, ол адамдармен қарым-қатынас, ол тайм менеджмент, өзіңіздің дисциплинаңыз. Мысалы, 8-де тұрамын дедіңіз, 8-де барыңыз, 9-да үйірмеге жазылдыңыз, 9-дан кешікпей барыңыз. Сосын ол ораторлық өнер, мектепте мысалы түрлі шаралар болады, ұялмай қатысыңыз. Ол керісінше, оны мен ойлаймын, кез келген ойын деп қарау керек та. Ойын деп қарасаң жеңіл болады. Мысалы, сахнаға сөз сөйлеуге де қорқады, мысалы мектепте де. Оны ойын деп қараңыз, ол сізге керемет мүмкіндік, өзіңізді көрсетуге деген мүмкіндік, ашылуға деген мүмкіндік. Мысалы, мектепте сарыста болғандардың басым көпшілігі универде сарыста болды. Университетте сарыста болғандардың басым көпшілігі басқару деңгейінде отыр. Компанияны басқармаса да, кем дегенде бөлімді басқарып отыр. Яғни ол оның мектептен дағыланған дағдысы. Сондықтан қазір сол soft skillsқа көбірек көңіл бөлсе деп ойлаймын да, ол өте қазір көмектеседі. Мысалы, 8 оқисыз, ертең кім боламын деп қатты уайымдағанша, оны ойлаған да жақсы, бірақ қазірдің күнде жаңа қабілеттеріңізді дамытсаңыз, сіз ұтасыз. Өйткені қазір бізге басқаруға міне сондай мамандар жетіспейді. Жаңағыдай коммуникацияны жақсы білетін, дипломатияны жақсы жүргізетін, адамдарды басқаратын, басқару қабілеті. Өйткені егер сіз бұрынғы стильді ойласаңыз, онда ұзаққа басқара алмайсыз. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, СММ, мобилограф деген 2-3 ай, максимум 5 ай оқып алады, диплом керек емес, мен бәленбай ақша таптым деп. Маман ретінде осыған пікіріңіз қандай? Қазір диплом маңызды емес деп айтатын ойға. Егерде, көрдіңіз бе, адам өзінің қалауымен түссе, диплом енді өзінің қалауымен түссе, бәрібір ол сол салада диплом оның оқуын көрсетеді. Сондықтан ең бастысы адам қалай айтсам екен, ол өте, мен ойлаймын, өте тоже қиын, өйткені бізде қазір университеттерде өте көп қой. Сондықтан мен ойлаймын, бір жағынан бұл университеттерге де құлақ қағыс болса, яғни не үшін курстарға ала салады, яғни университетте курс беретін білімдер жеткізгісіз болып тұр. Мысалы, университетте практика аз, теория көп. Мысалы, сондықтан университетке жаңа практик мамандар көбірек шақырса, сол кезде адамдар университетке барады. Қазір мен ойлаймын, диплом керек, ол қажет. Біріншіден, диплом сізге тек қана білім бермейді, сізге орта береді. Мысалы, сіздің оқыған университеттің өзі сіздің ортаңызды қалыптастырады. Мысалы,
Сондықтан мен енді өзім университет аяқтағандықтан білікті мамандардан сабақ алдым, иә, ұстаздардан. Ол кісілерді де ренжіткім келмеді. Сондықтан қазір қалай айтсам екен, щепетильный момент дейді ғой, сондай сұрақ қойдыңыз да сіз маған. Бірақ менің ойымша диплом керек, иә. Мәселе қайдан диплом аласыз, қай жерден диплом аласыз, соған қатты көңіл бөлу керек та. Жаңағыдай ең бастысы сіздің 4 жылдан кейін алатын дипломыңыз сапалы болу керек, иә. Жаңағыдай білім практикасы көбірек болатын, сондай бір жер таңдаса. Ал курс оқып алатындар қазір бізде күшті курстар өте көп, мықты курстар өте көп. Мен өзімді оқығасын, мен көріп жатырмын да. Сондықтан ең бастысы сіздің оқитын нәрсеңіз сізге ұнау керек. Жаңағыдай 3 ай оқысаңыз да ол сізге берекелі еңбек болу керек та. Жаңағыдай. Сондықтан бізде собеседование кезде мынандай жағдай болды. Мысалы курс оқып қалды, және ісімімді айтайық, иә, мысалы хит болып кеткен. ісімімді оқып қалады курс, сосын 300 мың теңге жалақы алады, мысалы. Сұрайды дегенім ғой, мысалы. Ол маман әлі жұмыс берушілер негізі оларда ақша бар, береді сізге жұмысыңызды, бірақ сол сіздің ақшаңызбен жасайтын жұмысын тең болса, яғни әділетті болу керек қой. Бізде көп мамандар жаңа қысқа курстар оқып алады да, көбірек ақша сұрайды. Сол кезде біздің басшылықта соған ренжиді. Мысалы, әлі тәжірибе жоқ қой дейді да. Сондықтан, иә, егер де сізде дұрыс айтасыз, кейс болмаса, жаңа 150-ге келісіп, тәжірибе жинаңыз бірінші. Сіз өзіңізді көрсетесіз, сосын арманға сатсаңыз болады. Сондықтан курс оқып алып, жаңағыдай бірден үлкен жалақы сұрамай, бірінші тәжірибені көрсеткен дұрыс деп ойлаймын да. Сіз қазір енді адамдарды еще сіз жеке оқытасыз ғой, иә, топпен емес, жеке оқытасыз. Жеке, иә, қазір жеке. Алдағы уақытта енді топқа кетіп қалмаса, бірақ жеке. Неге? Өйткені курстарда, мысалы мен өзім оқыдым ғой, үлкен курста адам көп болады да. Сосын енді адам әртүрлі, бәрі бірдей сұрақ қойып үлгермейді біріншіден. Немесе ашыла алмайды, ыңғайсызданады, ұялады. Сосын топ болғандықтан деңгей әртүрлі болады. Мысалы, 3 жыл HR болып жүрген маман да келуі мүмкін, енді бастап жатқан HR да келуі мүмкін, немесе топтың да адамы келуі мүмкін. Деңгей әртүрлі болып кетеді. Қандай курс оқысаңыз айтатыным, біріншіден жаңа деңгей біліңіз, сізге ол қажетті ма, сіз қай деңгейде тұрсыз. Екіншіден, спикерге қатты мән беру керек. Ол спикер, егер сіз оны қабылдауыңыз керек та. Ол керемет мағлұмат айтты, бірақ сіз оны қабылдамасаңыз, сіз оның ертең берген білімін қолданбайсыз. Сондықтан спикер сізге эмпатия болу керек. Яғни эмпатия деген тартымдылық, ол оның дауысы сізге ұнау керек, оның жаңағыдай сабақ беру әдісі ұнау керек сізге. Сондықтан сіз сондай курсты оқисыз, және ол несін береді, жемісін береді өзінің. Сізде эмпатия жақсы ғой, өйткені біз бұрын бірге Жұлдыз ханыммен істегенде one-to-one-ды жиі жасап, сізбенен сөйлескеннен кейін деп жақсы бір жеңілдеп қалатынбыз. Тағы бір сұрақ қойғым. Осы жерде айта салайыншы, one-to-one деп күшті айттыңыз. Сіз негізі қазір бастықтар енді сұрайды да, жаңағыдай қандай шаралар ұйымдастырсақ болады, не істесек. Ең бірінші кезекте мен ойлаймын, адамдардан және one-to-one, one-to-one деген кездесу ұйымдастырса, ол one-to-one деген, яғни екі адамның кездесуі, екі адам. Ол жерде жұмыстан бөлек шынымен адамның жағдайын сұраған маңызды да. Қазір мысалы көп жағдайда адамға қолдау маңызды. Қолдау, жұмысын бағалау, және жай бір рахмет деген сөзді айтсаңыз, мысалы, менімен бірге жұмыс жасап жатқанына рахмет, мына бір жұмысты жасапсың, күшті жасадың, рахмет, мысалы. Тіпті бір қағаз сізге әкеліп берсе де рахмет, мен айтамын, ол өте тегін нәрсе ғой, біріншіден. Сөздің өзі алтақ әріптен тұрады, рахмет, өте оңай, біз соны ойламайды екен адамдар, елемейді, сіз адамға бір жылы сөз айтсаңыз, адам күшті көңіл күйде жүреді. Сіздің айтқаныңызды тағы да бірдеме жасағысы келеді, тағы да бергісі келіп тұрады да. Сондықтан адамдарға сондай қолдауға қатты мән берсе, жаңағыдай басшылық, one-to-one кездесулер болса, адам сізбен ұзақ жұмыс жасайды. Жақсы. Мына нәрсені білгім келіп отыр. Сізге консультацияға келетін адамдардан көп, қалай айтсақ екен, көп кездесетін топ бір 3-4 проблема, сұрақ, соны айтып өтсеңіз. Көбінесе енді HR мамандар келеді маған, HR мамандардың проблемасы сол адам іздеу ғой. Қайдан іздейін дейді, жаңағыдай таппай жатырмын. Қазір көп іздейтін сосын сату мамандары. Қазір
шүкір елімізде жеке бизнес дамып жатыр. Сондықтан бизнесте енді тауарды сату үшін, өнім сату үшін сату мамандары керек. Сол үшін қазір сату мамандарына да сұраныс өте жоғары. HR мамандарын қазір көп сұрайтын сол. Қайдан таба маман, таппай жатырмын дейді да. Екінші сұрайтын сұрақ сол жұмысы. Мысалы жұмысын ауыстырғысы келеді, иә. Өзін алда уақытты білмейді адамдар. Мысалы тек қана мысалы жасөспірімдер ғана емес, 20-дан асқандар да бар. Мысалы келіп, олар білмейді, жұмыс жасап жүр, жұмысы бар, бірақ ертең әрмен қарай ол жерден оны көрмейді екен. Басқа қайда баратынын да білмейді, иә. Жаңағыда адам неме айналысатынын білмейді, қорқады. Мысалы бизнес ашқысы келеді, қорқады, сенімсіздік жетіспейді, иә, жаңағыдай. Екінші мәселе карьера ғой, жаңағыда кім болады, осы саланы дамыту керек пе, әлде қайда барарын білмейді. Онда Жұлдыз ханым, соңғы сұрақ болсын. Жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, консультацияға карьерасын білмейді, Б нүктесін білмейтіндер де келіп жатады деп. Қазір бізді көріп отырған жасөспірімдер 5-6 жылдан кейін Жұлдыз ханым, мен өзімді таппай жүрмін деп сізге келмес үшін қазір қандай кеңес бересіз оларға? Ең басты адам сол өзінің қабілетін анықтаса, иә, егер де өзінің мықты қабілеті қайда екен, сол мықты қабілетіне сай жұмыс іздесе, иә, жұмыс тапса, жұмыс іздеген кезде біріншіден компанияға қараған дұрыс, иә. Сіз қай салада компания жұмыс жасағыңыз келеді, біріншіден. Екіншіден басшыға қарасын деп ойлаймын, иә. Өйткені егер сіздің басшыңыз дамып өскісі келетін адам болса, иә, өзі сондай ізденісте жүретін адам болатын болса, оның командасы міндетті түрде дамиды. Сондықтан лидерлік қабілетіне қарау керек деп ойлаймын. Басшының стратегиялық, иә, сіз сондай басшының жанында бірге өсесіз. Сіз ол жерден ол кісі жанында жүріп көп нәрсе үйренесіз. Және жасаған жұмысты жақсы көріп жасаса, иә. Адам егер шынымен жақсы көріп жасаса, және сол жұмысын мәнін түсінсе, не істеп жатыр, иә. Орысша айтқан конечный продукт дейді, яғни жасап жатқан жұмысын соңғы өнімін түсінсе адам, иә, мәнін, не үшін? Сол кезде ол өзінің өмірдегі мәнін түсінеді. Жасап жатқан жұмысын мәнін түсінсе, иә, қаншалықты ол пайдалы, өзіне, қоғамға пайдалы ма? Сол кезде ол жұмысы жеңіл жүреді. Ол жұмыс берекелі болады. Көп рахмет, Жұлдыз ханым. Сіз бүгін айналасы 1 сағаттың ішінде өте көп пайдалы дүниелерді айтып өттіңіз. Енді біздің эпизодты соңына дейін тыңдап шыққан, көріп шыққан оқырман, тыңдарман өзіне міндетті түрде бір пайдалы дүние алды деп ойлаймын. Жаңа эпизодтың басынан бастап мен сіздерге Жұлдыз ханымның өздеріңізге арналған 3 сыйлығы бар екенін айтып өттім. Мен оны тағы да бір қайталап шығайын. Біріншісі, Жұлдыз ханымның 1 сағаты 20 мың теңге тұратын жеке консультациясын ұтып алу, және екінші сыйлық бұл HR мамандарына арналған Telegram каналға 1 айға тегін доступ. Негізінде ол ақылы қызмет. Және үшіншісі, Бақытжан Бұқарбайдың күміс кітап дейтін сыйлығын ұтып ала аласыздар. Мен қазір шарттарын айтып өтейін. Ең алдыменен біздің осы эпизодтың өзіңізге ұнаған жерін сторисіңізге бөлісесіз. Жұлдыз ханымды және мені Instagram аккаунттарымызды белгілейсіздер. Қазір оны шығарып қоямыз. Және үшіншісі, осы дәл YouTube'тың комментарий бөліміне бала кезде қандай маман иесі болғыңыз келді және не үшін, я соның себебін жазып кетіңіз. Әдемі, қысқаша, қызықты оқиғамен жазып кетсеңіз, Жұлдыз ханым өзі таңдап 3 адамға жеке-жеке сыйлығын табыстайтын болады. Жұлдыз ханым, алтындай уақытыңызды бөлгеніңіз үшін көп рахмет. Жасап жатқан жұмысыңыз берекелі болуына тілектеспін. Құрметті тыңдарман, біздің эпизод осымен аяқталды. Бізді барлық подкаст платформаларынан тыңдай аласыздар. Сонымен қатар міндетті түрде біздің YouTube арнамызға жазылып қойыңыздар. Келесі кездескенше, аман есен тілдескенше сау болыңыздар.